Қазан айында Белал Шавкатқа қарсы шығады. Міне сендерге шұғыл жаңалық. Шавкат жеңіп чемпион болатыны сөзсіз. Иә достар, Шавкат Белалмен қазан айында шығатын болды. Генри Сехудо Астанада Ахметов Қайратқа қарсы жекпе-жекке шығады. Пресс-конференцияда Шавкат жайлы және де қазақ жігіттері жайлы айтып кеткен болатын. Қазақстанда Генриді қазымен тамақтандырып, қонақжайлық көрсетіп, онымен қоса қорқытып та үлгердік. Сіздермен бірге солай де арнасы барлығын тізбектеп түсіндіріп беремін. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, біз бастаймыз. Көпшілердің қателігі ғой. Бөлмені допингке қарсы күрес агенттігі тексерді. Мен жайлы ештеңе білмеймін. Шавкаттың ағылшынша тілі де келмейді. Трэш-ток жасайтындай. Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. Менің Қайратпен жекпе-жегімнен сендер жеңе аласыңдар, білесіңдер ме? Менің достарым Мост жаңа пайдаланушыларға 140 мың теңгеден беріп жатыр. Бұл халықаралық лицензиясы бар ресми компания, ең жоғарғы коэффициенттер мен жылдам төлемдер. ММАдан бөлек көптеген спорттық оқиғалар бар. Бұл сенімді компания 2009 жылдан бері нарықта істеп жүр. Барлық сілтемелер менің телеграм арнамда. Тезірек қосылып үлгеріп өз жеңісіңді баста, бауырым. 70 килограммдағы Қайпанов. Категории 70 килограмм. Иә, 2024 жылға 70 килограммдағы чемпион. Чемпион мира 2024 года. Отличный. Өте жас, өте мықты. Ол тағы да Олимпиада чемпионы болады деп сенемін. Молодой, талантливый, сильный. Надеемся увидеть его яркие бои в будущем. Әлбетте, тағы атап өтетін жігіт ол Шавкат Рахмонов. Шавкат Рахманов, конечно же, тоже. Болашақ чемпион және UFC-ді Қазақстанға әкеледі деп сенемін. Я думаю, что он, возможно, станет будущим чемпионом UFC и привезет UFC в Казахстан. Будет возможно провести шоу здесь. Ал үшінші ол менің қарсыласым. Третий это мой оппонент, мой соперник. Әлем чемпионы болу нағыз еңбек, мен бұны мойындаймын. Чемпион мира – это большое дело, это большой труд. Я уважаю и ценю. Қайрат, Трипл Си осында. Біз дайынбыз, керемет жекпе-жек өткізуге. Менің сұрағым, сен дайынсың ба? And his opponent, Қайрат Ахметов! Поддерживаем, друзья, поддержали! This is звездный поединок. И принц выступит. Онымен қоса, басты картта біздің Дамир Смағұлов, бұрынғы UFC жауынгері Алан Патрикпен шығады. Я очень рад возглавить это событие в столице нашей республики. Здесь будет большой турнир, очень много звезд ММА и не только. Поэтому этот турнир, безусловно, наведет шуму. И я еще раз повторюсь, я очень рад возглавить этот турнир. И самое главное для меня – это соперник, экс-боец UFC. Возможно, мы могли бы встретиться с ним там, но наши пути разошлись, и сейчас мы здесь. Тем интереснее для отечественного спорта, для всех фанатов, которые не могли увидеть бой там где-то за границей. Но сейчас это здесь, это будет в прямом эфире, и также люди могут прийти посмотреть. Соперник очень серьезный, несмотря на то, что уже ветеран единоборств. 9 побед в UFC, если я не ошибаюсь. 5 побед, 4 проигрыша. В принципе, очень крепкий соперник. И я думаю, завтра такой он любит делать шоу. Для меня главное драться в хороших боях, иметь хороших рейтинговых соперников. И, по идее, без разницы. Я голоден, я сосредоточен на своей работе. И 27 мая я сделаю свою работу, я выложусь. И я думаю, что победит сильнейший.
Ал енді Генри Сехуда мен Ахметов Қайраттың жекпе-жегінен және Дамир Смагулов пен Аарон Патриктің жекпе-жектерінен кім жеңіске жететіні жайлы комментарияға жазып кетіңіздер. Барлық комментарийді оқимын. Сіздермен болған Сол ID арнасы. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше. Қош аман, сау болыңыздар.